Шахматтан әлем чемпионаты ағышын матч 10-шы партия Динклерен Гуккиш Доммараджу. D4, ATF6, ATF3, D5, PLF4. Лондон жүйесі немесе уәзір сарбаздарының бастамасы E6, E3, C5. Мен бұл туралы айтам. Бірінші сарбаз, содан кейін ғана фигуралар. Піл E2, піл D6, енді мына пілге шабуыл жасау. DC, піл C5 және C4. Бәрібір негізгі орталыққа міндетті түрде қысым жасау керек. Және бірінші сарбаз, содан кейін ғана фигура. Рокировка, ат C6, ат C3 және DC, піл C4. Толығымен симметрия деп айта алмаймын, өйткені мына піл мына жерде тұрғанда симметрия болар еді. Піл ат H5. Біліп тұр, мына пілдің қаншалықты маңызды екенін, сол себепті көзін жоюға тырысады. Піл G5, піл E7 және ат негізгі орталыққа барды. Ат F6 мен сіздерге үнемі айтам, бұл ат туралы өрт сөндіргіш немесе қорғаушы ат. Алдық шах, 8 аяқ, піл F6 және уәзір D8. Тура D8, піл F6 және G. Бұл енді қосарланған сарбаздар және мынау бөлініп қалған сарбаздар деп айтуға болады, немесе оқшауланған. Тура FD1 міндетті түрде ашық жол үшін күресу керек. Піл D7, тура А, C1, тағы бір ашық жол. Піл E8, алдық және патша F1 ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды. Патша G7, A3, енді атақты Капабланка ережесі сарбаздарды қара түске орналастыру және пілің ақ болатын болса. F5, енді негізгі орталықта бақылауды ұстау және болашақта патшаны F6-ға алып келіп және мына торды бақылауды ұстау. Патша E1, патша F6, піл E2, ат E7, бұл енді Гарри Нельсон Пилсберидің сүйікті маневрларының бірі. G3 айтқанындай піл деген ақ, бірақ сарбаздарды қара түске орналастырады. Тура C8 алдық, D2, D6, C4 алдық және піл C6. Қалған енді аса қызық емес, ауыз толтырып айтатын әңгіме жоқ. Бұл жерде ақтардың да, қаралардың да ешқандай басымдығы жоқ және позиция 3 мәрте қайталанды. Сонымен 10-шы партия аяқталды, есеп 5-5.